Tiri gezinde әке-шешеңе жақсылық жаса. Әке-шешеңді төбеңе көтеріп жүрсең де жарасады. Не істесе де көтер. Әке-шешесіне жақсылық істейтін баланың жолы ашық болады. Сарайдай сатылдап тұрады. Мынау пенсияға шыққан әке-шешесінің пенсиясын жеп, бітіріп, біткеннен кейін қарамай қоятын ұл қыздарымыз бар екен, халық арасында. Ол дұрыс емес. Кемпір шалдардың пенсиясына тиіспеңіздер. Олар өздері ауыратыны бар. Қартайған адамның аяқ қолы қақсайды, басы аурушыл болады. Ішкі организмдер жақсы істемейді олардың. Дәрі-дәрмегін алып, керекті жеріне қыдырып, өздеріне жаратсын. Пенсиясына тиіспеңіздер қариялардың. Мынау ұл қыздарымыз бұл сөзді айтып отырған себебім, пенсиясы біткеннен кейін қарамай қояды екен. Құлағы естіпейді екен деп жамандап, бір тамға қамап тастайды екен. Сіз осы жақта отыра беріңіз, араласпай ақ қойыңыз деп. Пенсия алған кезде апа, ата деп пенсиясын алып алады екен да. Кредит алдыратындар да бар екен қарияларға. Не қыласыздар оларға? Төрінен гөрі жақындаған кезде кредитке тығып. Ол дұрыс емес. Тек қана батасын алыңыздар, рахметін алыңыздар. Қайтаға ақша беріңіздер. Апа, қыдырып келіңіз. Апа, қызыңыздың үйіне барып келіңіз. Ана күйеу балаңыз ауырып қапты, соның жағдайын сұрап келіңіз деп. Пенсиясын алмаңыздар. Әсіресе мынау қара шаңырақта тұратын балдармен келіндер. Сіздер жақсылап қараңыздар, болмайды. Мынау қара шаңырақ ертең сіздерге қалады ғой, білесіздер ме? Сіздерге, сіздердің балаларыңызға қалады. Сол үшін бар ғой, жақсылап бағалаңыздар. Ырзашылығын алыңыздар. Ырза болып кетсін олар. Сонда өмірде бақытты боласыздар. Сіздер кемпір шалға, ата-аналарыңызға қартайған кезде қандай қарасаңыздар, ертең сіздің балдарыңыз да соны көріп өскен, сіздерге солай қарайды. Егер балдарыңыз, ата-аналарыңызға қарамасаңыздар, балдарыңыз сіздерге одан беттерін көрсетеді. Қарттар үйін апарып тастаса не істейсіздер? Бұл сөзді айтып жатқан себебі маған жан жақтан, қалалардан, тағы басқа жерлерден қариялар көп звондайды. Келініне қапа, ұлына қапа, қызына да қапа қариялар бар. Қызым қатты сөйлейді, адам орнына көрмейді дейді. Өмір қызық болмай кетті, не істеймін деп жылайды. Қазір не көрсетсеңіздер, ертең сіздерге де соны көрсетеді. Өмір деген бумеранг, қайтар дүние дейді. Жақсылап қараңыздар. Қазақта мынандай сөз бар. Әкесі жоқ, жарты жетім, шешесі жоқ, толық жетім дейді. Қазақ қандай сөз айтса да, 100 рет толғанып айтқан маржан сөздерді. Сондықтан халыққа ұнаған, сондықтан ұрпақтан ұрпаққа жетіп келе жатыр. Мынау атам заманда айтылған сөздер. Бұл жерде бабаларымыз ер азаматтарды, әкелерді кемсітіп отырған жоқ. Ақиқатты айтып отыр. Ананың балаға беретін махаббатын, жан жылуын ешқашан әкесі бере алмайды. Әкесінің махаббаты мүлдем басқа нәрсе. Балалар үшін ананың орны мүлдем бөлек. Ол анасына айтқан нәрсені олар әкесіне айта алмайды. Қандай сырлары болса да, қуанса да, қайғырса да, бірдемеге өкпелесе, ренжісе де сол шешелерімен бөліседі. Кейде көңіл күйдір болмаған кезде қатты сөздер айтып қояды. Оның бәрін шешесін көтеретінін біледі. Шешенің махаббаты сонда шексіз, ол балаларынан еш нәрсе дәм етпейді. Тегін жақсы көреді. Ол еш нәрсеге сатылмайтын нәрсе махаббат оның. Шын жүрегімен жақсы көреді. Балаларынан орнына мен сендерді жақсы көрдім, орнына мынаны беріңдер деп ешқашан айтпайды. Балалары көңіл күйлері болмағанда шешелеріне мінез көрсетіп, артық сөз айтса да әкелеріне көп айтпайды.
Оның бәрін шешесі сақтайды ішінде, өкпелемейді, ренжімейді оларға. Өзінің балаларын сүюден жалықпайды ешқашан. Осыны біледі. Оны ер азаматтар да жақсы біледі. Мына бала кезімізден естідік қой. Мынандай сөздерді ақсақалдар айтып отыратын. Өлім келсе, ажалымыз келгенде Алла тағала мына кемпіріміздің алдында алсын деп, артында қалдырмасын деп, бәйбішеміздің артында қалдырмасын деп, жұбайымыздың алдында алсын деп айтып отырады. Неге? Артында қалғылары келмейді. Тіпті өлімге де келісіп отыр. Мен бұрын кетейін деп отыр. Өйткені қартайғанда адам, ер азамат бір бала болады. Өзінің жұбайының үлкен баласы болып қалады. Ана өзінің балаларын ғана емес, күйеуін де сондай махаббатпен күтеді. Барлық жағдайын жасап. Ер азамат біліп отырады, ертең жұбайы кетсе, сындар қаздай жалғыз жәутеңдеп қалып қоятын. Соны ол қаламайды. Сондықтан соған келіседі. Тіпті өлімге де мен бұрын кетейін деп отыр. Тағы да бір айтатын нәрсе, мына кез келген балалардың бір қателіктері бар. Кез келген ұлттікі. Олар былай ойлайды. Өсеміз, байымыз, әкемізді, шешемізді Меккеге апарамыз, Египетке апарамыз деп, содан парызымыздан құтыламыз деп. Содан олар бақытты болады деп. Жоқ. Ата-аналарға, кез келген ата-анаға мүлдем басқа нәрсе керек. Сендер оларға керемет үй әперіңдер, керемет мәшін әперіңдер, ақшамен үй тұтсаңдар, одан ол бақытты болмайды. Қашан ата-ана бақытты болады? Егерде балалары біріне бірі мейірімді, қайырымды болса, бірін бірі жақсы көрсе балалар, береке, бірлікте өмір сүрсе, міне бақыт деген, нағыз бақыт деген ата-ана үшін деген осы. Ондай ата-аналар өзі көрсең, жүздері гүл жайнап жүреді. Нұр шашып тұрады жүздерінен. Бақыттары көрініп тұрады. Ондай адамдар, ата-аналар, ертең өлім келгенде де өкінбей кетеді. Білет, балаларының біріне бір қайырымды екенін, біріне бір мейірімді екенін, ешқашан бірін бір тастамайтынын. Міне ата-анаға керек нәрсе осы. Ал басқа, мына материалдық, жаңағы байлықтың қандай түрі болатын болсын, ол ешқашан ата-анаға байлық әкелмейді. Бізге керегі, ата-аналарға керегі мүлдем басқа нәрсе. Балалардың берекесі, бірлігі, біріне біргенің қайырымы, мейірімі. Соны көрген ата-ана еш өкінбей, о дүниеге аттанып жүре береді. Соны балалар ол керек.